бір әулеттің төрт тірегі, дәм-тұздас болып өскен төрт бауыр, киелі шаңырақ астындағы қаймағы жазылмаған Шәмбіловтер әулеті. Алайда өмірдің саған не дайындап қойғаны белгісіз. 22 маусым 1941 жыл. Қаралы хабар. Екінші дүниежүзілік соғыс басталды. Аталарым Шәмбілов Оспан, Шәмбілов Ерекен, Шәмбілов Құлбай және Шәмбілов Ораз. Бір әулеттің төрт ұлы бірдей соғыс майданына аттанады. Шәмбілов Оспан атам 1896 жылы қазіргі Атырау облысы Құрманғазы ауданының Сүйіндік селосында дүниеге келген. Жергілікті колхоздың басшысы, сондай-ақ коммунистік партияның мүшесі болған. 1941 жылы 45 жасында соғысқа аттанады. Атам майданның еңбек армиясында болғаны туралы өз хаттарында жазған. Алайда соғыстың бітер тұсында сағыныш пен мұң артта қалғандай көрініп, жүректер үмітке толған кезде Оспан атамнан хат үзіліп, атам із-түзсіз жоғалып кетеді. Соғыстан қайтпайды. Шәмбілов Ерекен атам 1899 жылы дүниеге келген. Соғысқа дейін темірші ұста болған. Ал 1941 жылы соғысқа шақырылып, майдандағы үздіксіз телефон байланысын қамтамасыз етуші монтер болған. Себебі дивизия полктардың арасында мықты байланыс болмаса, басқару да болмайды, не жоспарлар мен тактикалар жүзеге аспайды. Ал жаулар өз шабуылын қарсылас жақтың байланысын үзуден бастайды. Осылай жаужүрек Ерекен атам алапыт соғыстың арасында үзілген сым темірлерін тауып жалғап жатқан жерінде қасына бомба түседі. Жарылыстан ұшып түсіп құмның астына көміліп қалған атамды жауынгерлер бір күннен кейін тауып госпитальға жеткізеді. Атамның денсаулығына қатты зақым келіп, контузияға шалдығады. 1944 жылы Ерекен атам соғысқа жарамсыз болып, ауылына оралады. Шәмбілов Құлбай атам 1903 жылы дүниеге келген. Соғысқа дейін Қарағанды шахтасында жұмыс жасаған. 1941 жылы соғысқа шақырылып, жаяу әскерлер қатарына қосылады. Талай ерлік істер жасаған Құлбай атамнан 1942 жылы кенеттен хат-хабар тоқталады. Кейін ғаламтордың ресейлік сайтында Шәмбілов Құлбай атам 1942 жылдың желтоқсанында қанды қырған кезінде із-түзсіз жоғалып кеткені туралы мәлімет шығады. Шәмбілов Ораз атам 1907 жылы дүниеге келді. Отбасылық істі жалғастырып жылқышы болған. 1941 жылы соғысқа аттанып, 142-ші атқыштар дивизиясында соғысқан. 1945 жылға дейін көптеген жарақаттар алып, бірнеше мәрте госпитальде емделген. Алайда майданға оралуды тоқтатқан емес. 1945 жылы қыршынынан қиылған жаужүрек сарбаздардың өмір құнымен, асқан батырлықпен қол жеткізген ұлы жеңістен кейін Ораз атам Украинаның қирап қалған қалаларын тұрғызу жұмысына кетеді. Солайша ұлы жеңістен бір жыл өткеннен кейін ғана өз отанына оралады. 1941 жылы Оспан атам, Құлбай атам бауырларымен мәңгіге қоштасқан екен. Ал Ерекен атам мен Ораз атам соғыстың талай зардабын тартты. Қаншама бауырларды бір-бірінен айырған, сарбаздардың жан дүниесіне, еліміздің, жеріміздің тарихына өзінің қанды ізін мәңгіге қалдырған соғыс. Бүгінгі күнде аталарымыздың арқасында келген бейбітшіліктің 75 жылы. Ардагерлерге деген алғысымыз соғыс кезіндегі ерліктің тырнағына татымыз. Алайда біздің барыс оларды мәңгі есте сақтау. Бүгінгі бейбіт әрі тәуелсіз күн үшін аянбаған аталарымыздың, апаларымыздың ерлігінің ұмытылуына жол бермеу.